Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте керемет вертикальный коржбен өте оңай жасалынатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп аламыз. Құмшекеріміздің жарты бөлігін ақуызымызға салып, миксерменен жақсылап әппақ өз формасын ұстап тұрғанынша миксерлеп шығамыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Келесі жұмыртқамыздың сарысына қалған құмшекерімізді салып, миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Осылай әппақ болғанынша араластырамыз. Келесі ұнымызға бір қасық разрыхлителімізді салып араластырып, жұмыртқамыздың ақуызына сарыуызымызды қосып, бір бағытта араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жіберуге болмайды. Екі бөлікке бөле отырып, ситадан өткізіп саламыз. Келесі бөлігін салып араластырамыз. Бір бағытта араластыруымыз қажет. Біздің массамыз дайын. Келесі пергамент қағазымызға құйып, барлығын тегістеп шығамыз. Осылай шпателіміздің көмегімен тегістеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Бізде 15 минут өтті. Біздің коржымыз пісіп шықты. Келесі кремін дайындауға кірісейік. Сливкиімізге құмшекерімізді салып, 1 минуттай миксерлеп аламыз. Құмшекеріміз еруі үшін. Оның үстінен творожный сырымызды саламыз. Миксерменен жақсылап өзінің формасын ұстап тұрғанынша миксерлеп шығамыз. Менде 3 минуттай уақытым кетті. Осындай крем пайда болуы қажет. Келесі біз коржымызды осылай линейкамызбен өлшеп аламыз. Мендегі сантиметрі 30 сантиметр болып шықты. Осы 30 сантиметрді 4 бөлікке бөлеміз. Теңдей етіп осылай пышағымыздың көмегімен кесіп аламыз. Осылай алынып тұрады. Енді дайын болған кремімізді үстіне салып, тегістеп шығамыз. Барлық кремді салмаймыз, жарты бөлігін ғана саламыз. Жарты бөлігін сыртына обтяжкасына қолданатын боламыз. Осылай шпательмен бір тегіс етіп жағып шығамыз. Осылай қолымызбенен орап шығамыз. Келесі қамырымыздың үстіне қоямыз. Осылай дөңгелетіп айналдырамыз. Достар, сіздер де менімен бірге осылай жасап көріңіздер. Өте ерекше болып шығатын торттың түрі. Разрезі де өте ерекше болып шығады. Қалған кремімізді жан-жағына осылай жағып шығамыз. Шпателімізбен жан-жағын тегістейміз. Және қалған кремдерімізді жанына жағамыз. Осылай тегістеп шығамыз. Келесі үстінен бір Қазақстан шоколадымызды 20 грамм сливкиімізді құйып, водяной баняда ерітіп алып, осылай тортымыздың үстінен құйып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай қасығыммен айналдырып, үстінен шариктерді қойып, кондитерский посыпкаларды сеуіп шықтым.
Достар, осымен біздің өте керемет ауызда еритін жұмсақ вертикальный кожды тортымыз дайын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Холодильникке 4 сағатқа салып қоямыз. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Менде 4 сағат өтті. Креміміз кождарымызға сіңуі қажет. Қараңыздаршы достар, өте керемет болып шықты. Өте жұмсақ. Бір жасағаннан шығатын өте оңай торттың түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.